Жаратылыстану пәнінің 25-ші сабағына қош келдіңдер. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Магниттілік. Бүгінгі тақырып магниттің қасиеті. Балалар, бүгін сендер магниттің қасиеттерімен танысасыңдар және магниттік қасиетке ие денелерді анықтаймыз. Магниттің қасиеті: тартылу, тебілу, магниттің екі жағы. Бүгінгі сабақтың тірек сөздері. Балалар, ендеше анықтап, осыны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Бүгінгі күннің ретін жазыңдар. Магниттің қасиеті: тартылу, тебілу және магниттің екі жағы. Ендеше балалар, магнит суреттегі заттардың барлығын өзіне тарта ала ма? Зерттеп көр. Ендеше балалар, үй жағдайында мына суреттегі дүниенің барлығы, заттардың барлығы бар деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңдер. Ал енді қазір біз ауызша атап көрейік. Бұл ине мен жіп. Біріншіден біз екі топқа бөлек: пластик заттар және темір заттар деп. Енді балалар, мен бірнешеуін атап өтем. Мына жерде ине мен жіп тұр. Ине бұл жерде темірге жата ма? Иә, дұрыс айтасыңдар, жатады. Сондықтан бұл магнитке тартылады. Ал кілт магнитке тартыла ма? Оның құрамында темір бар ма? Дұрыс айтасыңдар, бұл да тартылады. Ал мынау біз көріп жүрген өшіргіш, пайдаланып жүрген. Бұл өшіргіш пластик емес, резинкадан жасалады. Резинкеден. Бұл тартыла ма? Жоқ, тартылмайды, өйткені мұның құрамында темір жоқ. Негізінен балалар, осы жерде мына ережені сақтаңдар. Темірі бар барлық заттарға магнит міндетті түрде тартылады. Енді мына жақта шынын алайық. Шыны тартыла ма? Жоқ, тартылмайды, өйткені мұның құрамында темір жоқ. Ал мына пластмасса, қақпақтар тартыла ма? Жоқ, тартылмайды. Енді қараңдар, мына жерде я темір емес, я пластикке жатпайтын зат бар. Ол қаламсап. Қаламсап балалар неден жасалады? Дұрыс айтасыңдар, ағаштан жасалады. Сондықтан мұны тигізіп көрейік магнитке. Жоқ, тартылмайды. Ал мұнда қалып кеткен шегені, теңгені және шарикиді, жіпті өздерің үй жағдайында жасап көріңдер. Мына ережені есте сақтаңдар. Магниттердің қарама-қарсы жақтарын ажырату қажет. Біз оны қалай ажыратамыз? Бір жағын қызылға, міне қараңдар, N деп қойдық. Екінші жағын көк түске бояймыз, S. Бірдей түсті жақтары бір-бірінен тебіледі. Яғни, егерде S пен N-ді бір-біріне жақындатса, тебіле ме балалар? Жауабын комментарийға жазып кетіңдер. Бірдей түсті жақтары бір-біріне тебіледі. Көрдіңдер ме? Әр түсті жақтары бір-біріне тартылады. Темір магниттік қасиетке ие. Ал ағаш, қағаз секілді заттарда мұндай қасиет жоқ. Есте сақтаймыз және қайталап оқып алыңдар. Бақылайық. Үйде магнит қай жерлерде қолданылады? Бірінші суретте мұнда тоңазытқыш тұр. Біз тоңазытқышқа түрлі магниттік заттарды жабыстырамыз. Мүмкін бурабайдан алып келген сувенирлерді, жабыстырғыштарды жабыстырамыз. Сол кезде олар жабысады. Себебі оның артында магнит бар. Ал холодильник, тоңазытқыш, ол жаңағы темірден жасалған. Ал енді домофонды өздерің атап кетіңдер, балалар. Бұл жерде шахмат ойыны. Шахмат ойынында әрбір тастың астында магнит бар. Ал мұнда сол магнитке тебілетін, тартылатын заттар бар. Сондықтан бұл магнит бұл жерде қолданылады. Ал мына тақтада пластмассалар бар. Олар тақтаға қалай жабысып тұр? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені
Сандардың астына бекітілген магнит бар. Ал магнитті тартатын тақтада темір тақтайша бар. Ол бізге көрінбейді, иә? Пластмасс болғанымен магниттік және темірден жасалған нұсқалар бар. Ал енді соңғысы ойыншықтар. Ендеше ойыншықтарды бақылайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Ойыншықтарға жабыспайды, себебі ойыншықтар бұл пластмассадан жасалған. Ал компасты өздерің үй жағдайында айтып, ата-аналарыңнан сұрап алыңдар және ұстаздарыңа айтып беріңдер, балалар. Салыстырып көрейік, қай магнит заттарды көбірек тартады? Неге? Мынаны SN жағы бар, ал бұнда жоқ. Тек бір жағы болады. Жарайсыңдар. Ендеше зерттеуге көшейік. Жарайсыңдар, балалар. Барлығын бірден тауып жатсыңдар, иә? Магниттердің бірдей және әртүрлі бой алған шетін заттарға жақындайды. Қай кезде тартылады, қай кезде тебіледі? Зертте қандай заттар магнитке тартылады? Біз жаңа атап өттік, иә? Тартылатын заттар шеге, кілт, теңге, қысқыш. Неге олар тартылады? Дұрыс айтасыңдар. Себебі оның құрамында темір бар. Ендеше қызықты мәліметке назар аударайық. Ежелгі бір аңызда Магнус деген шопан туралы айтылады. Ол қойларын іздеп жүріп, бір тауға барады. Сол жерде қара тастарды көреді. Шопан таяғының темір ұшы қара тасты өзіне тартқанын байқайды. Содан бері сол ерекше тас Магнус тасы немесе магнит деп аталып кеткен екен. Балалар, бұл қызықты мәліметті естеріңде сақтап қалыңдар және достарыңмен бөлісіңдер. Ендеше балалар, кері байланыс жасайық. Балалар, магнитке қандай заттар тартылмайды? Суреттерге назар салайық. Ағаш, бұл не? Шыны заттар тартылмайды. Және жіп тартылмайды. Сонымен қатар пластмассалар, яғни құрамында темірі жоқ заттың барлығы магнитке тартылмайды. Назарларыңызға рахмет. Егер сіздерге слайд қажет болатын болса, 8778 694 14